Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі эфир менің қазір жұмыс жасап жатқан клиентіммен жұмысымыздың барысына обзор жасау арқылы сіздерге бір пайдалы ақпарат беру мақсатында жасап жатырмыз. Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Жағдайларыңыз жақсы ма? Даусым барлығы жақсы естіліп тұр ма? Мен телефонымды қойып қойғаным қаншалықты даусымды жақсы жеткізіп тұр, соны бір тексеріп алайын. Жалпы бүгінгі эфирдің негізгі тақырыбы, мен даусыма байланысты бір кері байланыс беріп қойсаңыздар, естіліп тұр дейді. Рахмет. Көптен бері кірмей кеткен менің оқырмандарым кіріп жатыр. Бұрынғы оқырмандарым кіріп жатыр. Қош келдіңіздер деймін. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі эфирдің негізгі тақырыбы осы болады. Клик бар, бірақ подписка аз, бірақ продажа жоқ, таргет өтпей жатыр, не істейміз деген. Мен осы қазір жұмыс жасап жатқан клиентімнің біреуінде осындай бір ситуация болды. Бізде продажа, жалпы пока что активный продажа фазасы әлі басталған жоқ. Сондықтан продажаға байланысты әзірге қатты проблема жоқ. Трипвайрлар сатылып жатыр, яғни мини-чектегі дүниелердің ойдағыдай сатылып жатыр. Бірақ подписка ойдағыдай болып жатқан жоқ, хотя клик өте көп. Сол кезде біздің өте көп таргетологтардың істейтін дүниесі, менде ғана таргетім өтпей жатыр, таргетім атпай жатыр деп ұялып, клиент жасса игнор жасап, жауап беруге қысылып, дұрыс жауап бермей, сөйтіп клиентке ақшасын қайтарып береді, немесе жалпы жұмысын тоқтатып жатады. Сондай моменттерде мен бұндай әрекеттерді негізі қолдамаймын. Оның өзіндік бір жолдары бар, яғни коммуникацияны негізі дұрыстай алуымыз керек клиентпен біз негізі. Коммуникация деген не? Сіз сөйлесу адамдармен, тіл табысу, ойыңды жеткізу, тек РНП отчетты ғана тапсырып қойып, көзіміз бақырайып отырмау да негізі. Енді сол жұмыстың ішкі барысына кіретін болсақ, мен сіздерге айттым, жалпы бізде клик өте көп, парақшаға өтіп жатқан өте көп адам бар, 2000-нан астам, жазылғаны бізде 130, грубо айтқанда 140 адам деп айтсақ болады. 2000-нан 140 адам ғана жазылған. Соның мен таргетке анализ жасай отырып, таргеттегі сандарға қарап, мен жасаған настройкаға қарап, шығарған екі себеп, яғни подпискамыздың аз болып жатуына, біреуін мен аудиторияны таңдауым әсер берген, екіншісі контентіміз әсер берген. Сондықтан да достар, осы жерде мен маңызды бір нәрсені айтқым келеді. Егер таргет жіберіп, жаңағыдай продажа ойдағыдай болмай жатса, подписка ойдағыдай болмай жатса, нәтижеміз ойдағыдай болмай жатса, проблеманың барлығы таргетте деген ой қате. Ол өте қате ой, және де таргетологтарды құрдымға жіберетін ой десем де болады негізі, достар. Енді аудитория ол қате таңдадық деген кезде, мен на самом деле аудиторияны қате таңдаған жоқпын, бірақ в целом өзгеріс жасауымыз керек деген нәрсе келді. Қандай өзгерістер жасаймыз дедік? Біз аудиторияның таңдаған кезде мен всегда айтам, детальный таргетингті таңдамаңыздар. 2025-те таргет қымбаттады, лучше широкий аудиториямен жұмыс жасаңыздар. Мен сол принципқа сүйеніп, негізі широкий аудиторияға таргет жіберемін. Широкий аудитория дегенді білесіздер ғой, плюс қойып қойыңыздар. Білмесеңіздер минус қойып қойыңыздар. Широкий аудитория деген сөз интерес таңдалмаған, барынша кең, барынша барлық аудиторияны қамтыған дүние. Соның ішінде біздің еще подписчиктеріміз де кіріп кетеді. Яғни біздің парақшамызды бұрыннан білетін, подписация еткені бар, етпегені бар, олардың барлығы біздің рекламамызды көреді да. Біздің офферіміз, жаңағы эксперттің түрі таныс болғандықтан олар мән береді, парақшаға өтеді. Бірақ олар уже подписация етіп қойғандықтан, немесе бұрыннан бері қарап жүрмін, бірақ подписация етпеймін деп ойлағандықтан олар хочешь, не хочешь, подписаться етпейді. Получается, біздің санымыз көбеймейді. Сондықтан да біз рекламамызды максимально суық аудиторияға шығаруымыз керек. Фейсбуктың таргеттің алгоритмінің бір минусы бар. Ол андайда
біздің таргетіміз кімге қызықты болды, кім внимание берді, кім клик басты, кім лайк басты, сол аудиторияға көрсете береді, айналып келіп көрсете береді да. Бір ямочка қатысып қалады. Мен тоже ол туралы айтқам бір жол сторизде. Бізде таргетіміз жақсы өтіп бастап, кейін нәтижесі нашар болып кетсе, және де жаңағыдай клик көп, бірақ подписка аз секілді, немесе продаж аз болып жатқан кезде, таргеттің алгоритмі Қазақстан бойынша 12 миллионға жуық аудитория бар. Соның барлығына шықпай, какой-то бір аудиторияға түсіп алады, какой-то ямочка. Содан шыға алмайды, новый аудиторияға шыға алмайды. Мынау көрді ғой, маған қызықты ғой, лайк басты ғой, переход жасады ғой дейді, соларға қайтадан шыға береді. И как раз ол какой-то степени подписчиктерімізге шыға береді да. Сондықтан бізде переход өте көп, бірақ подписка аз. Сондықтан біз не істейміз? Подписчиктерді исключение жасаймыз. Подписчиктерге таргетімізді көрсетпейміз. Барлық Қазақстан үлкен кең аудиториядан ішінен подписчиктерді алып тастаймыз настройкада. Ол нәрсе мүмкін. Ал енді товарный бизнесте айналысатындарға мен бұндай моментте не кеңес берем? Подписчиктерді емес, соңғы бір айда біздің рекламамызды көрген аудиторияны исключить етіп тастауға кеңес берем негізінен. Сондықтан да таргетологтар бір ғана аудиториямен жұмыс жасай беру, немесе әйтеуір интерес таңдасам болды, интересін өзгерту, жасын өзгерту, жынысын өзгертумен аудиториямен жұмыс бітпейді. Өте көп моменттер бар. Түсінікті болса, оттарыңызды, жүректеріңізді қойып қойыңыздар. Мен енді контент жасауға кірісем. Ой. Мен біреудің артық уақытын алғанды ұнатпайтын адаммын. Өзім де ұзақ уақыт бір нәрсеге уақыт бөле алмайтын адам. Сондықтан мен өте тез сөйлеймін. Өте тез уақытта барлық нәрсені беріп тастайын деген мақсатта. Сөйтіп жетемді, соңында өзім ентігіп қаламын. Отты көріп тұрмын, супер. Енді ары қарай жүрейік. Екінші себеп подпискамыздың аз болып жатуына контент. Көп тақырып бар бізде. То есть курстың тақырыбы бар, айталық, біз қазір экспертпен курс сатуға тырысатырмыз. Курстың тақырыбы бар. Ол тақырып айталық, мысалы, өзімнің мысалымды келтірейін, ол эксперттен мен рұқсат сұрамағандықтан ол кісінің тақырыптарын мен ашамаймын. Айталық, мен мысалы жаңағы повышение курсына байланысты продаж жасағым келіп жатыр, соған байланысты аудитория жинап жатырмын, таргет жүйіп жатырмын деген секілді да, таргетологтарға арналған. Сөйтемін да, таргетімді қосамын, подписчиктер келеді, бірақ мен сторизде не айтамын? Қараңдар, мына жерде IT стартап болып жатыр, менің күйеуім IT программа жасап жатыр. Қараңдар, мына жерде менің інім қазір программирование оқып жатыр, немесе білмеймін, әпкем білім саласында жүр деген секілді. Болмаса в целом маған қызықты болатын белгілі музей ашылды, соның ашылу салтанатына бардым деген секілді. Өте көп тақырып, таргетке қатысы жоқ тақырыптарды менің сторизде қозғауым. Бұл біздің келген аудитория. Ойлаңыздар, таргеттен бізді көрді, подробный басты, батырмасын басып, парақшамызға келді, рилс посттарды қарады, жақсы екен деген ой келеді, и сторизді қарайды. Сторизді көрген кезде ол жаңағыдай таргетке қатысы мүлдем жоқ тақырыптарды көре беретін болса, ол түсініксіз болады адамға. Не үшін қазір мына парақшаға жазылып қалуым керек деген сұраққа нақты мотив бермейді. Сондықтан да біз қазір ол кісіге айттым, енді олардың ешқайсысын жарияламаңыз деп мен сізге запрет қоймаймын, бірақ барлығын бір смыслмен біріктіру керек. Бір тақырыпқа қарай жақындату керек негізінен. Мысалы, айталық, мен таргетолог ретінде әншілермен де жұмыс жасадым. Үлкен кәсіпкер холдингтермен де жұмыс жасадым. Университет ашып жатқан ректорлармен де жұмыс жасадым да. Например, ол менің осы 8 жылдық опытымда болған дүниелер. Яғни, табыстан бөлек менің жаңа бір күшті адамдармен танысуыма себепкер болған осы таргетинг негізінен. Енді мен не істесем болады? Міне бүгін біз, білмеймін, мысалы мен 91-ның таргетіне байланысты жұмыс жасадық, әнші Әміренің таргетіне байланысты жұмыс жасадық, тағы да біраз атақты кісілер бар. Например, сол кісілермен
қандай да бір кеште болатын болса, мен айтамын, міне осындай кештеміз. Осы сол жерге таргет темасын қосып кету өте маңызды. Яғни, бір смыслды көп жерге қарай қосу. Сондай ол кісіге тапсырма берілді. Енді бұл негізі таргетологтың міндеті емес. Таргетолог білуге маңызды емес тақырып, бірақ сіздер общий стратегический маңызды моменттердегі болып жатқан дүниелерге анализ жасай алуларыңыз керек негізі. Клиентпен ұзақ мерзімде жұмыс жасай алсаңыз. Ал егер мен ол кісіге айтсам, таргеттен клик болып жатыр ғой, бірақ подписка болмай жатыр, демек сізде проблема деп, яғни жалпақ сөзбен кінәні оған арту деген секілді позицияда мен ол кісіге айтатын болсам, ондай кезде адамдар бүйтіп жұмыс жасамайды. Давайте, мен оны жөндейін, сіз ананы жөндеңіз демейді. Ол айтады, келеді да, бәрі әйтеуір бізге қарай лақтыра салады деген секілді оның возмущениесі, возражениесі пайда болғандықтан ары қарай жұмыс жасау, жалғастыру қиындау болады. Түсінесіздер ме? Яғни, себепті анықтау өте маңызды, және себепті анықтау барысында адамдарға шешім беру өте маңызды. Осы арқылы мен сіздерге нені айтқым келеді? Клиентпен жұмыс жасаған кезде, RNP отчет қана емес, немесе жалпы таргетті жіберіп қойдың барлығы чики-пуки деген нәрсе емес, жалпы жақсы коммуникация құру, неде проблема болып жатқанын таба алу, және оған шешім ұсына алу ең көзге көрінбейтін негізі ключевой моменттердің бірі дейтін едім клиентпен ұзақ мерзімде жұмыс жасауға. Тіпті мысалы айталық, мен жаңа 2 шешім бердім, 2 шешімнен кейін де біз нәтижеміз күшті болмаса да, клиентпен ары қарай жұмыс жасауымызға бізде негізгі почва дейді ғой, яғни доверие қалыптасады. Жаңа мен аудиторияға байланысты айттым, подписчиктерді исключение жасаймыз. Таргеттің алгоритм какой-то ямочкаға кіріп қалады. Одан шығару үшін біз үйреніп қалған аудиторияға көрсетпеуіміз керек. Одан бөлек біз подписчиктерді исключение жасай аламыз. Соңғы айда реклама көргендерді исключение жасай аламыз, немесе қоса аламыз керісінше. Немесе соларға ұқсас аудиторияны құра аламыз, жаңа аудиторияға шығу үшін. Сол секілді негізі аудиториямен жұмыс жасаудың, достар, өте көп 15-20 шақты түрлері бар. Мен басқа таргетологтардан не көрем? Тек интерес таңдаумен шектелуді ғана көрем. Ұқсас аудитория құрса да, непонятно қай кезде оны қолданатын. Пользовательский аудиториямен жұмыс жасау дегенді вообще олар теоретически білетін шығарсыздар, бірақ ол нәрсені негізі қолданбай жатамыз. Ол жерде схематичный жасай алатын, өте жақсы результат әкелетін аудитория құруларының негізі жолдары өте көп. Жаңағы сторизде айтып жатырмын, жаңада да эфирде айтып жатырмын, таргетологтарға арналған повышение курсында именно аудиторияны қалай таңдау керек деген бәріңіз жаттанды жолды емес, осындай түрлі лайфхактарды, техникаларды бергім келіп жатыр негізі. Сондықтан мен қазір курсты жинақтау барысындамын. Курс әлі толықтай дайын емес, оны жинақтап жатырмын, құрып жатырмын. Бұйырса келесі айда бәлкім продажаға шығады, бәлкім шықпайды. Сондықтан повышение керек десеңіздер, менің сторизімді жібермей қарап жүріңіздер, өсем десеңіздер, тереңірек меңгерем десеңіздер. Енді ары қарай жүрейік. Тағы да қайталап айтам, клиентке RNP отчет емес, коммуникация өте маңызды. Яғни мен не істедім? Таргет жібердім. Таргеттің кликі өте арзан шығып жатыр негізі, кликтің бағасы. В целом тек таргетті ғана қарайтын болсам, ода супер результат. Біздің ойлағаннан 10 есе арзан шығып жатыр таргетіміз. Бірақ мына жақтағы подписчигіміз аз болып жатыр. Мен соған анализ жасадым да, отырып, барлығын по пунктым жазып шықтым да, клиентке жазып жібердім. Не істедім мен? По пунктым жазып шықтым да, таргет тұтатып қойдым. Өйткені не? Осылай кете берсек, біздің мысалы ол кісі пока отчетты оқиды, жиналыс жасаймыз, потом шешеміз дегенше 2-3 күн уақыт кетіп қалуы мүмкін. 2-3 күнде бізге каждый күннің бюджеті слив болып кету қаупі бар. Сондықтан да мен десем, әлі таргетті тоқтатып қойдым. Мына есепті оқып, есеп деп, яғни отчетты айтып отырмын, отчет жазып жібердім полностью. Сосын барып, зумда жиналыс жасап, бір қадамдарды ақылдасып алсақ. Яғни мен таргетолог ретінде
барлық нәрсені мен өзім шеше алмаймын. Ол кісілерге ұсыныс айтамын, ол кісілердің ойын тыңдаймыз, сосын нақты бір шешімге келеміз, иә. Сондықтан да бұлдай отчетты беріп үйрену, клиентпен коммуникация құру өте маңызды. Сондықтан мендегі андай повышение курсындағы модульдердің ішінде андай болмайды. Таргетті нөлден бастап үйрену, таргет настройкасын жасау, Фейсбукты таргетке дайындау деген секілді тақырыптар емес. В основном осындай, яғни таргетті жіберуді бәрі біледі, таргетті жасауды бәрі біледі. Енді жасап бастағаннан кейін, клиентпен жұмыс жасап бастағаннан кейін шыққан проблемаларды шешуге байланысты өзім қолданатын және де жұмыс жасайтын методикалармен бөлісу, жинақтау, яғни. Сондықтан маған дайректке жазып, өздеріңіздің ситуацияларыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр, яғни мынандай проблема болды, бүйтіп шешуге тырыстым, но все равно не получилось деген секілді фидбак маған керек, кері байланыстарыңыз, иә. Әрине дайректте отырып мен сіздерге көмектесемін, но заодно мен курста осындай да проблеманы шешу керек екен деп сабақтарға қосатын боламын. Енді қараңыз, иә, мен жаңағыдай екі проблема бар дедім ғой, иә, біреу аудиторияда, біреу контентте болып жатқан. Осы екі себептің негізгі себеп екенін біз қайдан түсіндік десеңіздер, алдын ала клиентпен таргетті қоспай тұрып жасаған воронканың конверсиясына қарадық. Конверсия дегенді кім біледі, достар? Плюс қойыңыздар, білмесеңіздер минус қойыңыздар. Мен қазір кішкене түсіндіріп өтем. Иә, конверсия деген сөз бір этаптан екінші этапқа өтетін адамдардың немесе лидтардың саны пайыздық мөлшерлемесі болды. Иә? Конверсия деген сол. Яғни бізде 100 клик бар. 100 клик болса, айталық, соның 10-ы бізден сатып алатын болса, онда бізде мынау жерде 10% конверсия береді. Воронканың ішінде үлкен компаниялармен жұмыс жасағыларыңыз келе ма, достар? Терминмен сөйлеп үйреніңіздер. Андай емес, мен сізге 50-60 лит әкеп берем деген дүниемен жалпақ сөздер емес, нақты терминологиямен де сөйлеп үйрену керек негізінен. Конверсия деген сөз сол, яғни бізге WhatsApp-қа 100 адам жазды ма, соның айталық 7 адамы сатып алса, 7-100-дің қанша пайызы деген ғана математикалық решение жасаймыз. Ол 7%, 7% конверсия. Ол біз үшін норма ма, біз үшін ақталатын нәрсе ма, жоқ әлде нашар ма нәтиже? Ол әр бизнестің чегіне, жалпы маржасына байланысты индивидуально нормасы болады негізі. Яғни қатып қалған нәрсе жоқ. Сондықтан біз не істейміз? Не жерде жазып қойдым, иә? Конверсия қойдық та айттық, кликтің кемі 20-30% парақша жазылу керек деген біз талап қойдық. Ол не деген сөз? Яғни 100 клик болды ма? Соның 20-30-ы бізге подписчик болып келу керек. Түсініңіздер ма? Ал бізде 6% ғана, ойлаңыздар. 100 клик болды ма, соның 6-ы ғана бізге подписация етіп жатыр. И бұл менің дабыл қағатын кезім. Мен мына жерде мен WhatsApp-тағы отчеттің скринін сіздерге көрсетіп қойдым, қарасаңыздар. Айтам, парақшамызға өткендердің жалпы саны 2188. Содан ботқа өткендер, сосын сатып алғандардың конверсиясын қойғам, сосын жаңа оқырмандардың конверсиясы 138 адам жазылған жаңадан. Бұл 6% ғана құрайды. Хотя бізден 20-30% құрайтын болса, бізге 400-ден астам адам жазылу керек еді. Көрдіңіздер ма, бізде қай жерде проблема батқан. Осы жерден қарап, мен дабыл шығарып, таргеттің сандарына қарап, және де ол кісінің сториздегі, рилстағы тақырыптарына қарап отырып, екі себепті анықтадым, достар. Түсінікті ма? Осы жерді түсінсеңіздер, плюстеріңізді қойып қойыңыздар, жүрекшелеріңізді жіберіңіздер, реакцияларыңызды жіберіңіздер. Мен білейін, қаншалықты сіздерге түсінікті ғып жеткізіп жатырмын. Қаншалықты бір толқындамыз. Плюсик. Вот, көріп жатырмын. Салтанат ханым, қатты түсінбедім дейді. Мені конверсияны шығаруымды қатты түсінбедіңіз ба?
проценттерді қайдан алғанымды. Жоқ әлде себебін анықтауды түсінбедіңіз ба? Себебін анықтауда мен сіздерге қазір енді фейсбугымды ашып барлық санды көрсете алмаймын, өйткені маған ол ыңғайсыз. Егер конверсияны түсінбесеңіздер, достар, процент табу деген математикалық формуланы бір қарап алсаңыздар болады. Процентін анықтау, себебін анықтау. Себебін анықтау ол чисто таргеттің нәтижесіне, сандарына қараймыз, яғни кликтің саны, бағасы, частотность. Бұл моментте маған негізі жақсы көмектескен нәрсе частотностьқа қарауым. Частота білесіздер ме не екенін? Жиілік. Бір қолданушыға біздің рекламамыз қаншалықты қайта-қайта алдынан шығып жатыр деген көрсеткіш. Бізде ол нәрсе өсіп кетті негізде. Көп ұзамай, бір аптаның ішінде 1:68 болды. 1:68 болу деген сөз бір адамның алдынан қайтадан шығып жатыр деген сөз. Бұл какой-то ямочкаға түсті, немесе Фейсбуктың алгоритмі мен қалағанда жұмыс жасамай жатыр деген сөздің белгісі. Но мен экспертпен сөйлескенде ол айтты, бізге в пользу болды, негізі, в принципе, біздің подписчиктерімізге таргетіміздің көрінгені. Яғни, сторизді көрмейтін, рилсті көрмейтін кісілер оянып, бізде активностьтары көтеріліп қалды деді. Но дальше бізге оларға ақша жұмсап қажеті жоқ. Сондықтан подписчиктерді біз исключить жасадық. Мен барынша осылай түсіндіре аламын негізі. Норма негізі частота, достар, 1-ден басталады. 1,5-ке дейін норма. 1,5-тен кейін уже нәтиже біз ойлағандай болмай жатса ғана біз оған мән береміз. Ал егер нәтиже біз ойлағандай болып жатса, оған тиіспейміз, достар. Частотность ол всегда андай нәрсе жоқ. Ол жоғарма всегда жаман деген нәрсе жоқ. Біз әрқашанда соңғы нәтижеге қараймыз. Соңғы нәтиже біздің көңілден шықты ма, тиіспейміз. Өйткені как раз біздің кейбір нишадағы таргеттеріміз бір рет емес, алдынан 2-3 рет реклама болып шыққаннан кейін бізге целевой лидті немесе аудиторияны алып келеді негізі. Оның да өзінің пайдалы кездері бар. В целом 1,5-ке дейін окей. Одан жоғары болса, уже біз оған мән беруіміз керек. Біздің қазіргі көңілімізден шықпай тұрған таргет нәтижесіне осы нәрсе себеп па, себеп емес па деген секілді, достар. Сондықтан мен каждый раз айтамын, стратегия воронкамен жұмыс жасау ол өте маңызды. Просто так, қайтса болады, таргет жіберу и ол арқылы үлкен проектте өзіңізді жақсы сезіну, сенімді сезіну почти невозможно, достар. Себебі SMM сіздерге қарай лақтыратын болады, таргеттен дұрыс емес аудитория келіп жатыр. Отдел продаж таргетологтарға лақтыратын болады, бізге не целевой лид келіп жатыр, сатып алмайтын адамдар келіп жатыр деген секілді. И ол жерде сіздер айта алмайсыздар, просто так таргеттің нәтижесіне қарап, жоқ, бізде таргетте бәрі окей деп. Ол кезде біз воронканың, изначально құрған воронкамен стратегияға ғана сүйеніп айта аламыз. Не болып жатыр, не қойып жатыр деген секілді, түсінесіздер ме? Сондықтан қазір стратегияның воронканы вообще сезбесеңіздер, түсінбесеңіздер, үлкен проектке сатсам болды деп жұмыс жасап бастайтынсыздар, бірақ ол жерде кәдімгідей қиналып қаласыздар. Сол, достар. Енді сіздерге сұрақтарыңызға жауап берсем, менің эфирлерім бұйырса аптасына 2 рет шығуды жоспарлап отырмын. Түрлі тақырыптарда пайдалы, но қысқа нұсқа, ұзақ 1 сағат емес, бір жарты сағат 40 минуттың арасында болса, 20 минут бір пайдалы ақпарат, тағы да бір 10 минут сұрақтарыңызға жауап. Сондықтан сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мен повышение курсы деп айтып жатырмын ғой қазір. Повышение курсы бұл менің жаңа бір өнім. Бұл нәрсені ойлап жүргенімізге біз көктемнен бері ойлап жүрмін. Бірақ қайтса енді пісті, мида дайын болды, енді жүзеге асыруға келіп тұр. Енді осы курсты нөлден бастап құру, және оның сатуда
мен құратын стратегия, мен воронкада мен не істеймін, қалай сатамын, қандай прогревте тер қолданамын, барлығын мен близкий друзьяда ашып айтқым келіп жатыр негізі. Егер қызықты болса, близкий друзьяға қосыла аласыздар. В принципе, бір жарым ай бойы мен близкий друзьяда таргетке қалай офер жазып жатырмын, осы курс сату үшін, қандай аудитория жинап жатырмын, қандай триггер қолданып жатырмын, қандай прогрев, қандай контент, командаға кімді алып жатырмын деген секілді барлық моменттерді негізі бір сөзбен айтқан кезде, міне жерге жазып қойдым, қанша доллар қоямын, воронканың қанша түрін қолданамын, барлығын негізі близкий друзьяда мен ашып бөлісіп отырғым келіп отыр. Сондықтан да как будто қасымда отырып курсты запускать қалай запускать етеді, қалай сатады, стратегия воронка қалай құрылады, білгілеріңіз келсе жазыла аласыздар. Енді ол бізде ақылы 15 000 теңге тұрады бұйырса. Егер сіздерге қызықты болатын болса, жекеге жазып, төлем жасап, қазір тіркеліп алсаңыздар болады. Қалай айлық проект алуға болады дейді Гүлден ханым. Клиент іздеуге байланысты бір эфир жасаймын. Бірақ бұрынғы методикалар бар ғой, которые таргетті WhatsApp алып келіп сата салу, немесе тағы да бір-екі пост жасап клиент ала салу деген этап өтті негізінен. Қазір жеке бренд өте маңызды. Жеке брендті қалыптастыру, Инстаграмды дұрыс жүргізуді үйрену, ол қазір бір сөзіңізде ауадай керек бір дүние. Так, сұрақтарыңызға жауап берейін. Эфирді бұйырса сақтаймын. Таргетім қатып қалды, 0,69 доллар деп азаннан бері тұр. Ешқандай ошибка жоқ дейді. 0,69 затрата ма? Сол затратамен тұрып қалды ма? Егер азаннан бері бірде-бір ахват қосылмаған, показ қосылмаған болса, в принципе, ол нәрсені перезапускать етсек болады. Өшіріп қайтадан қосу, немесе дублировать етіп қайтадан қосу. Солай достар, дайындап қойған сұрақтарыңыз жоқ сияқты. Имейте в виду, эфирге сұрақтарыңызбен келсеңіздер болады. Сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар бұйырса. Сондықтан алдағы эфирлерде сұрақтар көп болады деген ниеттемін. Ал бүгінгі эфирімізді осымен аяқтасақ болатын сияқты. Зуммен келіскен дұрыс па дейді. Давайте Гүлден ханымның сұрағына былай жауап берейік та. В целом, клиент сізге қайдан келді, маңызды емес. Сарафанный радиомен ба, Инстаграмнан ба, таргеттен ба, просто Инстаграмдағы посттарыңыздан ба, қайдан келсе де, бірден бағаңызды айтып, тарифтерді айту қажет жоқ. Максимально клиенттің қазіргі ситуациясын түсінуге тырысу керек. Ол сіз WhatsApp-тасыз ба, дайректесіз ба, маңызды емес. Жалпы қандай тауар, енді бастап жатыр ма, бұрын таргет жіберді ма, оның нәтижесі қандай, таргет жібермесе Инстаграм жүргізе ала ма деген секілді, объем қандай, таргетке қанша ақша құрталады, не күтіп жатыр ол нәрседен деген секілді сұрақтарды білген кезде, ол кісінің мен обычно не істеймін, сол моментте өзім диагностика жасаймын ол кісіге. Бұл кісіде қазір не проблема, және мен оны қалай шешуіме болады. Сол шешімді мен не істеймін? WhatsApp-та дайректе болса дайректе айтамын. Мен сізде мынандай қазір проблема көріп тұрмын, оны мен былай шешуге тырысамын, немесе шеше аламын. Давайте сізге толықтай түсіндіріп беру үшін мен сізге зумға келіңіз. Яғни көп адамдар, клиенттер зумға келгісі келмейді негізі. Неге? Себебі ол ойлайды, қазір өзінің қызметін, тарифтерін айтады, бағасын айтады, сатуға тырысады, зачем мне это? Просто бағасын айтыңызшы, біліп алайын деген секілді возражениемен тұрып қалады. Сол үшін гладко зумға алып келуіміз үшін оның проблемасын анықтау, проблемасына шешім беру, ары қарай дұрыс түсіндірейін, мен сізге тағы да көрсетейін деп зумға шақыру ең жақсы маған нәтиже беретін продажаның түрі негізі. Именно айлық клиенттермен келіскен кезде. Зумға шақырам, сол жерде уже көп нәрсені жүйелі түрде ол кісілерге жеткізіп берген кезде, ол кісілердің менің решением ұнаған кезде,
мен сосын барып қана тарифтерімді айтамын, қызметімнің бағасын айтамын, мынанша теңге тұрады, былай алсаңыз мынанша теңге болады деген секілді. И сол жерде продажаны жабу үшін өзімнің техникаларымды қолданамын. Триггерлер бар, которые сату техникалары бар, достар. Просто келген клиентке просто ол нәрсені былш еткізіп қолдансаңыздар, олар жұмыс жасамайтын техника болады. Оның өзі қолданатын этапы, қолданатын моменті болады негізінен. Мынандай да сәттер болады. Зумға шақырам, келеді, көреді, түсінеді, клиенттің реакциясынан өзің сезесің ғой да. Көрініп тұрады, ол кісі негізі жұмыс жасауға дайын емес. Өзі мен триггерді де қолданбаймын, сату техникасын да қолданбаймын. Тек жақсы қоштасып, сау саламатта болыңыз деп шығарып саламын. Кейбір моментте болады, адамдар дайректен зумға да өткісі келмейді, қанша жерден яғса да. Ол кезде де мен қалдырамын. То есть андай нәрсе жоқ, достар, я. 10 адам жазма, 10 адамның барлығы до конца жүру, немесе бәр сатып алу, барлығы сізге давайте зумға өтейік деген секілді жақсы бір қарым-қатынас жасау деген ожиданияны күтпеңіздер. Это өздеріңіздің выгоранияға түсіп шаршатады. Жаным ұхлеп ақылап отырса да түсіндіріп бәрін дейді. Маған ұнайды түсіндірген, бөліскен ұнайды, жеткізген ұнайды. Мен негізі сатуды, стратегияны интуитивно негізі ол менің ғана Аллахтан берген қабілет деп ойлаймын. Сондықтан өте көп техникалар менде негізі өзім опытымнан шығады да, сол нәрсемен маған бөліскен қатты ұнайды негізі. Так, аудитория тар болса, мысалы 3 қала ғана болса, продажа үшін қалай жіберген дұрыс таргет дейді. Сол 3 қаланы максимально таңдайсыз. Мысалы, Тараз, Шымкент, Қызылорда болатын болса, бәрін таңдайсыз, жыныспен, жаспен, интереспен шектемейсіз, соны аласыз негізі. Өйткені кең таңдауым керек екен деп, керек емес қалаларды таңдаудың да орны жоқ негізі. Так. Аман есен бөпеңізді қолыңызға алыңыз дейді. Әмин, әмин. Әні туып қалам, мін туып қалам деп күтіп демалайын мен деп жүргем ғой. Ішім пысып кетті, демалып. Сосын қой деп жұмысқа кірісіп жатыр менде. Солай, достар. Сол, бүгінге осымен аяқтайық. Рахмет баршаңызға. Воронка жайлы айтып кетіңізші деген сұрақты көріп отырмын, бірақ воронка андай да қысқа нұсқа айтып кететін дүние емес. Воронка жайлы сізге қызық болатын болса, алдыңғы эфирді көрсеңіз болады, лентада сақтаулы. Сол жерде как раз мен воронкаға байланысты бюджетті есептеуге пайдалы ақпарат бергем. Соны көрсеңіз, біраз нәрсе түсінесіз бәлкім. Менде бірінші күні 40 адам жазды да, ертеңінде дәл солай настройкамен 17 адам болды. Не себеп болуы мүмкін дейді. Ол жерде просто неге қарайсыз? Затрата қарайсыз. Кейбір моменттерде болады, бір күн көп затрата жасайды, бір күн аз затрата жасайды. Егер затрата одно и то же болатын болса, онда сіз неге қарайсыз? Көрсетілген показға қарайсыз, ақпаратқа қарайсыз, CPM-ге қарайсыз. Егер барлығы бірдей болатын болса, демек біздің баннерімізді перезапускать ету керек деген сөз болады. Сау болыңыздар, достар. Келесі эфирде көріскенше.